әңгімеміздің өткен санында Есбол мырзаның осы Дубай қаласына қалай келгенін, қалай бір өзінің табан тіреп қалған кешірмелерін айтып берген. Енді және де жалғасты сұрақтарымызды қоямыз. Енді осы Дубайда қанша қазақ бар? Қазақтан жалпы енді нақты санақ бойынша 35 мыңда 40 мың дейді әзірге, бірақ келіп жатқандар өте көп. Визасыз жүргендер, визамен жүргендер, мысалы виза бізде working виза бар ғой, қызмет визасымен жүргендер 35 мыңда 40 мың. Енді визасыз жүргендерді қосқан кезде сонда жалпы 50 мыңнан асам екен. Кез келген жерінен қазақ саяхаттап жүрген қазақтарды көреміз, иә, әзір өте көп қой. Өте көп. Енді көп адам ойлайды, кейбір жастар тіпті былай екен де, Дубайға барып байып кетсек деп ойлайды екен. Атамыз қазақ айтады ғой, балампай жерде алтын бар, барсам бақыршада жоқ деген қазақ өте сол кезде түйіндеп айтып кеткен ғой. Дәл сол мақал осы күнгі жастарға келеді. Бәрі ойлайды да, осы жерге келіп аяқ астынан байып кетсек, әшейін 10-15 күн жүрсек болды, айына пирамида ойына кіріп кеткен қазақтардың саны жалпы мөлшерінде 1000-ның үстінде деп жатты. Алданып қалған. Олар келеді, алданады, паспортынан айырылады, сол жерде жұмыс істеген сайын қарызға батып жатқан қазақтар өте көп. Осы жерге келеді, ойбай ағылшын тілін білудің қажеті жоқ, ханзу тілін білсең болды, ағылшын тілін де білудің қажеті жоқ, ешқандай тіл қажеті жоқ, тек қана компьютердің алдында отырасың, осы жерде жұмыс істеген көп деп келеді. Әмелетте сол пирамида болмаса онлайн казино дейді ғой, онлайн казино дегеніміз енді онлайн құмарға кіргізеді да, содан елді алдайсың, елдің ақшасын алдайды, сонымен көп жастар өте алданып кетті. Бұны енді көзіміз көрді, басында көмек істедік бір 3-4-еуіне. Артына бұл саңырауқұлақ құсап өте көп шығып кетті да, содан біз де үлгере алмай қалдық. Сондықтан айтарым, жастарға айтарым, әрқандай нәрсе оңай нәрсе жоқ, бірақ қиын нәрсе де жоқ. Әрқандай нәрсе өзінің ебімен келу керек қой. Егер де Дубайға келеміз дейтін жастар болса, мысалы Дубай емес бүткіл шетелде болатын болса, енді шетелмен ұқсас қой бұл. 15 жыл тұрған тәжірибеммен айтатын болсам, бірінші түрде міндетті түрде тіл білу керек, тілдің ішінде сол ағылшын тілі міндетті түрде білу керек. Енді білу керек дегенде бізде көбінде дәреже бойынша айтып жатады, 4-ші дәреже, 8-ші дәреже деген сияқты. Ол дәрежеге маңызды емес, бастысы сол тұрмыстық ауыз екі тіл дейді ғой. Ауыз екі тілді жақсылай сөйлесе алу керек қой. Сол бірінші мамандықтан, екіншісінде бір мамандықтың иесі болу керек, не инженер болу керек, не доғдыр болу керек деген сияқты, не мысалы өздерің сияқты оператор деген сияқты сондай болу керек. Сондай бір мамандық иесі болмаса, бұл шетелге келмесе, сол әлгі балампай жерде бақыршада жоқ деген қазақтың мақалы сол жастарға келіп қалады. Бұл жерде мен саған былай айтайын, орта есеппен бір адам өмір сүру үшін айлық шығыны $3000 болады. 3000 Америка доллары. Күніне $100. Күніне $100 міндетті түрде тек қана шығыны. Жатақ орның бар, тамақ орның бар, соған кететін. Ал енді оның сыртында сен пайда табамын деп келсең, онда одан да жоғары табу керек. Болашақ қандай жоспарларың бар? Енді болашақ жоспар дегенде негізгі болашақ жоспарда сол мүмкіндік болса Қазақстан қайтып сол шағын және орта бизнесті қатты қолдап жатыр ғой. Астанада, Алматыда деген сияқты сол жаққа барып бір кішігірім өндіріс ашу. Бірақ ол үшін де құрғақ қасқа ауыз жұтады дейді ғой, қазақ айтады. Біраз экономиканы жинап алып бармасаң, ол жерде де барлығы құраң болып қалатын жағдай. Мұндай сұрақ туындайды, 15 жыл тұрыпсың, үйленіп алдың, не үшін бала шағаны үйленді, бірақ әке болмайсың? Ол жерде екі түрлі себеп болды. Біріншісі, жаңа өзің айтқандай, мен жерде тұру үшін, өз жаңғыз адам тұру үшін сен $3000 айына шығын кетеді ғой, семьяңмен тұратын болсаң, ең кемінде енді 5-6 шығын кетеді. Онда сен жақтан не ақша таба алмайсың деген сияқты, ақша жинау қиындауға түседі. Бұл бірінші жағдай. Екіншісі, енді сол бала шағам, бала тәрбиесін өзің көп айтып жүрсің ғой, Ихан. Бала бір жерде тұрақты өсу керек та. Сол жерде тұрақты досы болу керек, сол жерде тұрақты өсу керек. Егер біздің осы жерде тұра беретін болсақ, бұл жерде тұрақсыздық көп та. Біресе ана жерге көшіп кетесің, біресе мына жерге көшіп кетесің, болмаса ана мектепке көшіп кетеді, болмаса мына мектепке көшіп кетеді деген сияқты. Бұл бірінші. Екіншісі сол қазақ тілін біраз толық жетілдірсін деп сол Астанаға алып бардым ғой. Сол жақта қазақилығы біраз жойылып кетпесін.
Дубай жастарды қандай ерекшелігімен баурап жатыр? Ажапта Дубай құм дала. Екі-ақ түрлі нәрсе, бірі құм, бірі теңіз. Неге осынша дамып кетті бұл? Неге осынша адамдарды баурап отыр? Дубайда 144 мемлекеттен адам тұрады. Ол жерде мұсылманың да бар, христианың да бар, буддизм да бар, діні бар да бар, діні жоғы да бар. Әр түрлі дін, әр түрлі ұлт, әр түрлі тілдегі адамдардың барлығы осы жерге сыйып тұр. Бұл өте бейбітшілік қала. Сені тілге бөлмейді, сені дінге бөлмейді, сені кемсітпейді. Бұл ең басты Дубайдың әзірге бірден бір ұтымды болып тұрған жері осы жер. Одан кейін жастарға ерекше қолайлық жаратқан. Сен сауда істеймін десең, не біреуге таныс болу керек деген көп қажет жоқ. Барлығы заңды түрде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 системаластырған. Ең басты айналып келген кездегі Дубайдың тағы да бір жеңіске жетуіндегі себеп системаластырғанда барлық түрде. Өзің көріп жатсың ғой, кеше шекарадан бастап кіргеннен бастап осы тамақ ішу, ана сервис, анау мынау деген. Енді сервис деген мына жерде қызмет көрсетуді оның өзі бөлек әңгіме бұл жерде. Барлығы да сол жастарға өте қолайлы. Одан кейін Дубай өзі 9 жолдың торабы. Жағрапиялық ортасы ерекше қолайлы. Мына жерде визаң болды, кез келген мемлекетке виза аштырып, кез келген дүниенің жер шарының кез келген бұрышына жетіп алуға болады. 9 жолдың торабы болғандықтан содан жастарға қолайлы. Климаты да қолайлы. Иә, климат сол жазда бір 4-5 айда ыстық болады. Енді ыстық болғанда көбінде кондиционер бар ғой енді. Кондиционер болғандықтан көп ыстықтығы білінбейді бұл жерде. Дубайдың бір ғана пайыз кірісі GDP-да. 1% кірісі ғана мұнайдан кіреді. Енді экономиканы әр жақтыландыру жағында, биржа жағында. Дубай негізі 2003 жыл ма 2004 жылдар осы санын қатайтып қалуы мүмкін. Содан бастап мұнай тоқтаған негізі. Мен қысқаша имарат туралы айта кетейін, Араб Біріккен Әмірлігі имарат туралы. 7 имараттан тұрады: Абу-Даби, Дубай, Шаржа, Ум-аль-Куин, Рас-аль-Хайма, Фужера және Ажман. Соның ішінде 7 имарат, 7 түрлі мемлекетте, 7 түрлі заң. Соның ішінде Абу-Даби 95% орын ұстайды да, мұнайдың барлығы Абу-Дабида. Бұл Дубайда негізі мұнай тоқтаған. Онда Дубай немен күн көрсетіп жатыр дегенде, әзір сауда, транзиттік және саяхат. Мұнай тоқтап қалды. Бұлар тек қана осы үш бағытта келіп жатыр. Сауда саттық дегеніміз, жаңа өзің көріп жатсың. Бұл өзі Дубай супермаркет ұстаған магазин ғой. Бұл жерден ешқандай нәрсе өнбейді, елдің бәрі келіп осы жерге сатады. Оны транзиттік деген, жаңа Emirates Airline деген өзің білесің, дүниеге ерекше қолайлы. Өз бұл мемлекетінде 4-5 airline бар. Барлығы жер шарының жеріне барады. Иә, 9 жолдың торабы болып алған. Одан кейін саяхат. Саяхат мысалы өзің көріп отырсың, Бурж Халифа. Әлемдегі ең биік ғимараттардың бірі 828 қабат. Осындай таң қалдырып берді. Ең дүниедегі бірінші сауда орталығы деп мына жерде айтады. Сол сияқты дүниедегі жастарды сол өзіне баурау арқылы әзір экономикасын сонымен дамытып отыр. Дүниедегі бірінші модерн қала болып тұр. Иә, модерн. Мысалы қысқасын айтайын, мына Бурж Халифаның есікке кіретін билеті өздерің көрдіңдер ғой, кеше 425 дирхам дегеніміз енді $120 айналасында ғой, бір адам. Сонда жылына кіретін кірісі, осы бір есіктен сататын кірісі, есік билетіне сататын $110 миллион Америка долларында екен. Тек қана билет сату. Басқа сен ана ресторанды майлау, ананың немесе дегенді айтпай ақ. Сонда бұлардың экономикасы сол елдерді тарту арқылы. Одан кейін дүниедегі байдарды duty free дейді, енді tax free деген қалай айтамыз? Бажсыз деп шақырды. Сосын дүниедегі байдардың барлығы осы жерге ақшаны әкеліп төгді. Содан кейін осындай бір келіскен 20 жылдың ішінде 1999 жылдан бастап құрған қала ғой. Сонда осындай бір қаланы құрып шықты ғой. 20 жылдың сен 15 жылында сен барсың. 15 жылында мен бармын сонда. Сен келгенде ода шағын болды. Иә, ол кезде Бурж Халифаның осы ортасы ғана бітіп жатқан кез ғой, 2008 жылда. 2010 жыл іске қосылды ғой. Сол осы Дубай қалай өсті, біз де солай өстік. Тәуба дейміз енді. Тұрып қалу ойын жоқ па, бірақ бір қызығы осы көп айтады да,
мен көп ағайындарым бар осы жерде. Енді кетеміз деп бәрі айтады, енді кеткелі жатырмыз бірақ бәрі де әлі жүрді сол жерде, өзі шығып бірдеңеге баурап тұрады. Өйткені барлығы қолайлы, сен енді көп жерлерге барсаң бәлкім бір нәрсесі қолайсыз болып қалады, ана жері қолайсыз болып қалады, осы Дубаймен салыстырып қаласың да. Сосын осы тұрып қалу ойың жоқ па дегенде, кетем дегелі мен 5 жыл болды, әлі жүрмін. Бұйырса кетем, өйткені бала шағам сол өсіп қалды, солардың қасында болу керек, әкелік парызымды өтеуім керек. Әкелік парыз деген енді көп айтады ғой, ақша тапсам болды деп. Оны өзің жақсы айтып жүрсің ғой, енді бала тәрбиесі дегенде. Ол ақшамен ғана өлшенбейді ғой. Әке деген қасында болу керек, жүру керек деген сияқты. Сол енді бұйырса енді қайту ойымда бар. Сол біраз жаңағы қысқа жіп келмей күрмеуге деген сияқты, сол бір күрмеуге келсе, аманшылық болса, сол жақтан бір кішігірім өндіріс ашатындай болса, сол қайту ойымда бар деген сияқты. Өзі қандай өндірістерді ұнатасың? Өндірісті айтатын болсақ, енді ол өте үлкен тақырып болып кетеді. Орта және шағын бизнес дегенде, мысалы Қазақстанда әзір кішкі өндіріске сұраныс ерекше күшті. Енді әзірге сыртқы геосаясаттың неменесіне байланысты да өзің көріп жатсың, Қазақстанның ішкі өндірісіне сұраныс деген ерекше күшейіп жатыр. Сондықтан кішігірім нәрселерді өндіру, одан кейін сатылымға қолайлы, базарда бір жол ғана істетілетін завод ашу. Иә, кішігірім завод қой, енді кішігірім завод ашу керек деген сияқты. Өзіңнің мақсатың елге қызмет ету дейсің. Иә. Енді сол үшін осы жақта жүрміз ғой. Елге қызмет ету деген әртүрлі, біреулер мұғалім болып қызмет етеді, біреулер доғдыр болып қызмет етеді деген сияқты. Енді менің ойлайтыным, мен осы елге не қосам, не берем дегенде, біз Қазақстаннан не аламыз деп келмедік. Сөздің ашығын айтқан кезде, біз Қазақстанға не береміз деп келдік. Бірінші ұрпағымыз сол жерде тәрбиелеп оқытып, екіншісі сол елдің өндірісін дамытып, осы Жұңго мен Қазақстан екі ортасындағы көпір ретінде дамыту мақсатында, екі елдің достығын ұлғайту мақсатында қызмет етсек деген ойымыз бар. Апат айттым ғой деймін осы жерде. Шынды кетті ғой деймін. Топ кетті. Жастарға стратегия сөзін айтсаң, қазақ айтады ғой, тәуекел түбі қайық өтесің де кетесің дейді. Уайым түбі теңіз батасың да кетесің дейді. Бірінші тәуекелшіл болу керек, қорықпау керек. Екіншісі көп бір жерде тұрып қалмай көп саяхатқа шығу керек. Өз саяхат деген сүннет дейді ғой. Сол саяхатқа көп шығу керек. Қазақ айтады емес пе? Көп жасаған білмейді, көп жұртқан біледі. Сол үшін көп жұртқан біледі. Абайдың осындайда бір сөз есіме түседі. Жалға жүр, жат елге кет, мал тауып кел дейді. Малың болса сыйламас, тұра алмас ел дейді. Соқсап, ол неге айтты? Бірінші жалға жүру керек. Өйткені сен сыртқа шығатын не бір ақшаң да жоқ, неңің де жоқ. Жат елге кету керек. Неге? Бүткіл елдің тәжірибесін қорытып, сол жерде мал тауып келсең, сен қоғамдағы ортаң сыйлайды деп ойлаймын. Сондықтан жастарға айтарым, қорықпау керек, көп жүру керек, көп үйрену керек. Тек қана бір дипломмен шектеліп қалмай, білім деген үздіксіз үйреніп отыру керек. Соны айтарым. Сол бір 15 жылдық осы өтіп кеткен өміріңе разысың. Менен де мықты оқыған балалар бар еді. Менен де мықты өткен зерек, мықты балалар бар. Бірақ бұл жерде бір нәрсе маңызды екенде талғам. Жеңіске жетудің ең бір неменесі, өзім жеңіске жеттім деп айта алмаймын, бірақ енді осы дәрежеге жетуіме бір нәрсе не себеп болды дегенде талғамды дұрыс талдау керек та. Сондықтан жастарға айтарым, сол тәуекелмен бірге дұрыс жолды талдай білу керек. Сондықтан мен 15 жылыма әрқашанда өкінбеймін. Өйткені 15 жылда мен елдер оқитын анандай магистратура, PhD дейді ғой. Осы қоғамнан оқыған PhD-ім енді өзіме жеткілікті, біреуге ақылды айта аламын деген сияқты. Сондықтан сол жастарға айтарым, дұрыс талғам талдай білу керек.